Әлемнің екінші ұстазы Әбу-Насыр әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл толуына орай назарларыңызға виртуалды кітап көрмесін ұсынамыз. Әбу-Насыр әл-Фараби 870 жылы Отырарда әскер басы Тарханның отбасында дүниеге келеді. Әл-Фараби арабша әл-аймақ фараб отырар деген мағынаны білдіреді. Әл-Фараби деген кім? Әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, ботаник, логика, музыка зерттеушісі. Әл-Фарабидің 150-ден астам еңбектері бар, сонымен қатар 70 тіл білген. Әл-Фараби 950 жылы Дамаскіде қайтыс болады, яғни Шам қаласында.